Саламатсыз ба, Майра ханым? Шымкентте тұрып, Астанадан алса болады ма отбасыға жинап? Әрине болады, сәлеметсіз бе? Кез келген қаладан өзіңіз қалайсыз? Егерде 50-де 50-бен алатын болсаңыз, екінші нарықтан кез келген қалаңыздан алуыңызға болады. Ескере өтетін жайт, опыңызға бірінші қарайсыз, және де табысыңызды міндетті түрде есептетіңіз, сосын барып іздеңіз. Қолыңызға алдын ала мақұлдама қағазды алған жөн болады. Және алғашқы нарықтан алғыңыз келсе, онда жасыл ипотекамен алуыңызға болады. 20%-ды алғашқы жарнасы құрайды, ал банктың пайызы 12,5% құрайды. Жасыл ипотекамен ОП-ға қарамайды банк. Егер 20%-ыңыз бар болса, табысыңызды растай алатын болсаңыз, онда жасыл ипотекамен ала беруіңізге болады. Және де 30-70-пен алуыңызға болады. Алғашқы жарна 30% құрайды, банктың пайызы 7% құрайды. Бірақ 30-70-пен алу үшін сіздің ОП-ыңыз кем дегенде 3-3 болу керек. Осы мәселені қадағалап отырыңыз. Үйді іздемеліктен бұрын бірінші банкке келіп, алдын ала мақұлдама қағаз алыңыз. Сосын барып үйді іздейсіз. Отбасы банк бойынша ипотеканы алу үшін көбірек мағлұмат білгіңіз келсе, онда маған тіркелуіңізді ұмытпаңыз.